Бұл жойқы соққыны атап торнадо деп аталады. Мен бұны қалай орындайтынын бәрі без понятия білмеймін. Бірақ бүгін 24 сағаттың ішінде бұйырса осыны істейтін боламын. Сырттан қарағанда негізінде әдемі көрінеді ғой, айтыңызшы. Мысалы, мультфильмдерде де маған қолданылады. Бұл жалпы кез келген жерде адамдар таң алдыруға болады. Шынымды айтсам, бұны ең алғаш көргенде облом. Обалмем. Обомлел. Обом қалай? Обомлел. Жарайды, жақсы. Қысқасы мен бұл ударды көргенде обомлел просто. Ойлаңыз, жай ғана мектепте жүрсіз, балалар таң қалдырып жатырсыз. Күшті ма негізі? Тәк қысқасы ары ойланып, бері ойланып, мен бұны үйде жасамаймын деп шештім. Өйткені қысқасы далаға кеттік. Не болса да ол болсын деп бірден көргенімді жасауға бел будым. Жоқ, бұл жерде мен бел көтеріп отырмын. Мына жерде мен новичок екенім кәдімгідей сезіледі. Айнала тұман, тұман, тұманды. Шаршадым адасуда менде күмән. Түнмен күнде боран орап жүрегімді салқын. Сөйтіп, короче, не болса да ешкім жоқ кезде далаға шығып істеп алайын деп мен тырысып көріп отырмын. Енді кадрдан тыста миллиард рет көрдім, по идее. Қарап қызықтап қарасаңыздар болады. Ютубтан іздеп қарағанда оң аяқты алдыға қойып, сол аяқты көтеріп, бірден айналып барып тебесіздер. Міне осындай ерекшелігі бар екен. Бара-бара жаныңа да бұламына барлы жанада. Тұман, 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 тұман. Сен мені ойла, 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 жанымды бойла, бойла, бойла мені. Өмір осындай жаттығулар жасайтын кезде бір нәрсені ұмытып кете берем. Ол нәрсе разминка жасау керек еді. Бірақ уже жасап қойдым. Қиынға соғып отыр, өйткені разминка жасамағам. Бір рет көрдім, бір рет интернеттен іздедім. Содан кейін бірден іске кірісіп кеткеннен кейін осындай болып отыр. Теория бойынша үйренгенімді практикаға салып көрмекші едім. Көріп тұрғандарыңыздай болмай жатыр негізі. Үйде болса басқа амалын қарастыру керек. Менің ойымша бұл іске серьезно кірісетін кез келді. Удардан кейін мазық беріп баратыр ғой. Жалғыздық жаныма дем беретін, жаныма ұрса да емделеді. Шипа бер жаныма, шипа бер, жалынам тек сен айыпты өткеннің мұңына. Ай менен Сөйтсем бұл мазық видеоға түсем дейді. Жалпы мен бүгін өзімді жеңіске жеттім деп ойлаймын. Енді үйренген бәрін қайталамақпын, яғни эффектіне көру үшін әдейі төсектің үстіне секіріп, былай тиіп отырмын, короче. Сен күлгенің ай-ай-ай, тәп-тәпті балдай, көрмесем тұра алмаймын, ай, сұлу жүзің бай. Сенің күлгенің ай-ай, тәп-тәпті балдай, көрмесем тұра алмаймын, ай, сұлу жүзің бай. бір көргеннен ғашық еттің көздеріңе, баурап алды. Енді бұны практикалық тұрғыда қалай болатынын көрейік. Қарамайсың, басқаларды бағалайсың, көне тұра сезімімен әл ойнайсың. Қолдағы байлықты аямаймын, тек сен үшін жеткізер бізді алыстан бақыт күші. Сыңарым боп жарқыраған таң нұрым бол, жетелейді сені менен әр бақыт жол. Көңіл күйді, дамуды, әрекеттерді белгілі бір нәрсеге байлап қойға болмайды. Күн шықса көңілді болып, жаңбыр жауса қапаланып, дала ыстық болса кітап оқи алмай, мотивация болса жұмыс жасап, болмай қалса жалқаулану деген секілді. Дәл осылай әрекеттерімізді әр нәрсеге байлай берсек, аз ғана өмірде дамуға уақыт қалмайтыны рас. Дала жаңбыр болса да, қар болса да, мотивацияң болмаса да бізге тиесілі әрекеттерді жай ғана жасай беру қажет секілді. Олай болса есіңде болсын. Әр таң атумен жаңадан мүмкіндіктер шыға береді. Ол турасында Хасан Басри былай деген: әр атқан таңың саған былай дейді: міне мен бүгін сен үшін жаратылдым. Шаман келгенше бос жібермей амал жасап қал. Егер мені өткізіп алсаң, қияметте қайтып оралмаймын.
ешқашан тоқтап қалма, әр кезде өзіңнің керегіңді жаса. Бірақ та бір нәрсені ұмытпа, біз Алладан келдік және Аллаға қайтамыз. Осыны ұмытпа, және Алланың разылығы үшін деп әрбір ісіңді жаса. Жасасаң, сол кезде сен бақытқа жетесің.